Мен Сейсенбай Талғат Тұрарбекұлы, Қазақ тілі мен әдебиеті кафедрасының аға оқытушысы, гуманитарлық ғылымдар магистрі. Мен сіздерге ежелгі шетел және балалар әдебиеті бойынша дәріс оқимын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз ежелгі дәуірдегі антикалық әдебиет. Сабақтың мақсаты қоғамның даму деңгейі және антика әдебиеті, грек әдебиетінің басты кезеңдері, идеялық мазмұны, жанрлары, өкілдері, Гомердің Илиада және Одиссея эпостары, грек әдебиетіндегі драма жанрының басты белестерін талдау. Антикалық драма жанры өзіндік белгілері туралы, Гомердің дастандары, ежелгі драма поэзия өнері жайлы зерттеулер, драма өнерінің туу, қалыптасып даму туралы сөз қозғаймыз. Әдебиеттер: история всемирной литературы 9 тома, история римской литературы. Осындай әдебиеттерді пайдалансаңыздар болады. Ежелгі немесе антик әдебиеті. Бұл антик латын сөзі ежелгі деген мағынаны білдіреді. Ежелгі римдік және грек әдебиетін қамтиды. Антикалық әдебиет курсының пәні көне грек және рим құлиеленушілік қоғамдарының әдебиеті. Антикалық деген термин антикус деген латын сөзінен туған. Оның мағынасы ежелгі, ертедегі, көне деген мағынаны білдіреді. Антикалық әдебиет деп қазіргі біздің заманымыздағы жоқ әдебиетті атайды. Оны біз не үшін оқып білуіміз қажет? Біріншіден, антикалық әдебиет батыс Еуропа әдебиетінің бастауы. Грек және рим мәдениеті Еуропаның ежелгі өркениеті болып есептеледі. Мәдениет тарихында антикалық әдебиет ерекше орын алады. Антикалық әдебиеттің мынандай кезеңдерін бөліп қарауға болады. Бірінші, бұл алғашқы рулық тайпалық дәуір әдебиеті. Көне дәуірден біздің заманымызға дейінгі 8 ғасырда. Оған архаикалық туындылар мен қаһармандық эпостар жатады. Бұл кезеңнің еншісінде Гомердің әйгілі эпостары бар. Екінші, полистердің қалыптасуы тұсындағы әдебиет. Біздің заманымызға дейінгі 6-7 ғасырларда лирика дамыған кезең. Бұл кезеңде архаикалық кезең, археологтың, Сафонның, Пиндардың, Анакреонның өлеңдері. Үшінші, полистердің өркендеуі біздің заманымызға дейінгі 5-4 ғасырларды қамтиды. Бұл кезеңде драма жанры дамыды. Төртіншісі эллиндік кезең. Поэзия дамыды, Феокрит шығармашылығында көрінді. Ақын Гомердің Илиада мен Одиссея поэмалары ежелгі грек өмірінен мағлұмат беретін құнды еңбек болып табылады. Гомер шамамен біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырда өмір сүрген. Ол байырғы классикалық ақын. Сонымен қатар ол бүкіл антикалық дәуірдің ұстазы және үлгісі. Гомер дәуірінің ерекшелігі сонда, ол мәдени дамудың негізгі векторы рулық тайпалық емес, керісінше жеке тұлғалық мәдениеттің нормаларына бағытталған. Гомер кейіпкерлерінің мінез құлқы, тәртібі күрт жекеленген. Негізгі құндылығы жауынгерлік айбын, ал оған қол жеткізу ержүректік кодекспен өлшенеді. Даңққа қол жеткізгеннен кейін қоғамдағы алатын орны мен байлығын құттықтау басталады. Ержүрек жауынгердің кері шегінуін кінәлайтын халықтың әсерінен ұят мәдениеті пайда болған. Ол қоғамдық бақылаудың негізгі түрі болып есептелінеді. Мінез құлық рационалдыққа бейімделіп, оның негізгі және тиісті өзіндік сана сезімі қалыптасады. Құдайлар табиғаттың бөлігі ретінде бағаланды. Адам құдайларға бас ие отырып, олармен қарым-қатынасын рационалды түрде қалыптастыруға міндетті болады. Соқыр жыршы Гомер Платонның айтуы бойынша бүкіл грек елінің тәрбиесісі болды. Өйткені өзінің бүкіл тарихында ежелгі эллин туындылары осы дастандардан нәр алып дамып отырған. Гомер дастандарының құдіреттілігі де осы бір ұлы адамның дәуір тынысын терең сезінгендігінде болса керек. Гомер эпостары халық аңыздерінің негізінде жүйелі түрде баяндалады. Архаикалық кезеңде әдебиет саласында бұдан басқа бірқатар тамаша туындылар өмірге келді. Солардың ішінде шоқтығы биігі ақын Гесиод болды. Ол жазған Теогония, құдайлардың шығу тегі жөнінде және автордың өзінің өмір жолына арналған еңбектер мен күндер атты дастаны гректердің көңілінен шықты. Әдебиет саласында басты орынға шыққан лирикалық поэзияның өкілдері адамның ішкі жан дүниесін жырлауға ерекше назар аударды. Бұл жаңа жанрдың көрнекті өкілдері археолог біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырда, Солон біздің заманымызға дейінгі 635-559 жылдарда, Алксий біздің заманымызға дейінгі 7 ғасырдың аяғы мен 5 ғасырдың бірінші жартысында, Анакреон біздің заманымызға дейінгі 570-478 жылдар және тағы басқалар болды. Архаикалық дәуірде әдебиет саласында басында лирикалық жанр үстемдік етсе, кейіннен трагедия мен комедия жанрлары басты орынға шықты. Дәл мағынасында трагедия деген сөз ешкілер әні деген ұғымды береді. Ол ешкі терісін жамылып, әзіл-оспақ сарынында хор мен өлең айтудан шыққан. Афинада Дионис құдайдың құрметіне байланысты жалпы мемлекеттік мейрамның бекітілуі трагедияның мерейін жоғарылата түскен.
Мифологиялық кейіпкерлерге толы грек трагедияларының басты мазмұны халықтың өз теңдігі мен әлеуметтік әділет жолындағы қаһармандық күресінің сан саласына арналған. Трагедия жанрының гүлденуі Эсхил, Софокл, Еврипид сияқты үш ұлы драматургтың есімімен тығыз байланысты болды. Классикалық грек трагедиясының негізін қалаушы ұлы Эсхил біздің заманымыздан бұрынғы 525-456 жылдары болды. Фридрих Энгельс Эсхилді трагедияның атасы деп атаған. Ол көптеген қайталанбас еңбектер жазғанымен, бүгінгі күні бізге оның 7 трагедиясы ғана жеткен. Олар парсылар Агамемнон, бұғаудағы Прометей, Фивке қарсы жетеу, Хаяфорлар, Эмениттер, Орестея сияқты шығармалары. Эсхил гректер мен парсылар арасындағы соғыс кезінде жер иеленушінің отбасында дүниеге келген. Балалық шағында әкесінің бақшасында ұйықтап қалған Эсхилдің түсіне Дионис құдай еніп, оның трагедия ақыны болатындығы жөнінде аян беріпті. Мыс деген дерек бар. Эсхилге дейін сахнадағы қойылымда бүкіл кейіпкерлердің ролін бір-ақ актер ойнайтын болса, енді сахнаға екінші актер шығарылады. Соның арқасында драмалық сахна көріністері жандана түседі. Оның трагедияларында шындық, әділеттілік, діни этникалық мұра ұғымдары одан әрі айқындалып, азаматтардың рақымшылдығы мен адамгершілігі, өз еліне деген сүйіспеншілігі басты орынға шығады. Оның трагедиялары көне этникалық поэмалар сияқты өте қарапайым және керемет тартымды. Бұғаудағы Прометейде құдайлар мен жарты құдайлары бейнеленеді. Фивке қарсы жетеу трагедиясының сюжеті билікке таласқан ағайындылардың өлімі негізінде құрылған. Орестейлерде әкесін өлтірген шешесіне кектенген ұл бейнеленсе, ал парсыларда парсы патшасы Ксеркстің шешесі Атос ханшайым мен қордың күйреген әскерді жоқтауы суреттеледі. Адам тағдыры мәселесі грек трагедиясының дарынды өкілдерінің бірі Софоклдың біздің заманымызға дейінгі 497-406 жылдары шығармашылығында өзінің заңды жалғасын тапты. Ол Колонда қару-жарақ шеберханасы бастығының басында дүниеге келеді. Үйінде жақсы тәлім тәрбие алады. Софоклдың 100-ге тарта пьесасы болған, бірақ қазіргі кезге дейін 7-еуі ғана сақталған. Олардың көпшілігі Эдип патшаның тағдыры мен Геракл оқиғаларымен байланысты сюжетке құрылған шығармалар болып табылады. Атап айтсақ, Аянт, Электра, Филоктет, Эдип патша, Эдип Колондо, Антигона және Трахинякалар еңбектері бүгінгі күннің баға жетпес жәдігерліктері. Ол өз шығармаларында еркіндікті аңсаған. Азамат өмірінің әділетсіз қатал тағдырға қарсы шығуын тамаша суреттейді. Эдип патша деп аталатын ұлы трагедиясының күні бүгінге дейін әлем сахналарынан түспеуі де көп нәрсені аңғартса керек. Оны көптеген Еуропа елдері қолдап, өз тілдеріне аударды. Бұл шығармасы қазақ тіліне аударылып, қазір театрларда да қойылуда. Софоклдың жаңалығы ол көріністегі адамдар санын бірнешеуге дейін көбейтті. Сөйтіп сахна төрінде әр рөлге лайық актерлардың салтанат құруына мүмкіндік жасады. Тұтас пьесалары бүгінге жеткен ең соңғы ақын Еврипид. Ауқатты отбасында дүниеге келген. Еврипид жан-жақты білім алады. Ол гимнастикадан бастап музыка мен философияны меңгереді. Кейін ол өз өмірін тек қана құдіретті поэзияға арнайды. Саяси өмірі мен қоғамдық жағдайларға араласпайды, бірақ оны жіті бақылап отыруға тырысқан. Өмірінде, яғни тірі кезінде бағаланбаған Еврипид өмірден өткен соң ғана үлкен даңққа бөленеді. Софокл сияқты оның шығармаларының сюжеті тұтас мифтік негізге құрылған. Еңбектерінің мазмұны Троян соғысы және оның зардаптары, Геракл және оның ұрпақтары, сонымен қатар Эдип патша, оның балалары туралы болып келеді. Геракл, Ион, Андромах, Медея, Иппомет және тағы басқа еңбектері бар. Еврипид әдебиеттегі психологиялық драманың негізін қалады. Өзінің айналасындағы адамдарды бақылай отырып, олардың психикасын терең зерттеуге тырысты. Оның трагедиялары адам өліміне әкеліп соғатын шым-шытырық өмірлік оқиғаларға толы болып келеді. Медея трагедиясы қорланған махаббат пен қызғаныш туралы болса, Иппомет зұлым махаббат туралы болып келеді. Ежелгі Грекиядағы комедия жанрының тамаша өкілі
Аристофан біздің заманымызға дейінгі 445-385 жылдар шамасы болды. Оның комедиялық туындыларында халықтың күнделікті өмірі, тұрмыс тіршілігі басты орын алады. Сондықтан оның комедияларындағы кейіпкерлер әдетте халық атынан сөйлеп, халықты қанап, алдап арбаушыларды өткір сынға алады. Ұрылар сияқты қоғамға жат элементтермен қатар ақылы мен арын сатқан ел билеуші философтарды да ажуаға ұшыратқан. Оның салт аттылар, бейбітшілік, Листострата және тағы басқа комедиялар сияқты мазмұндағы шығармалар қатарына жатады. Аталған драматургтер грек әдебиетінің сонымен қатар әлем әдебиетіндегі драма жанрының негізін қалаушылар болып табылады. Сондықтан олар жазған драмалық шығармаларының қай ел әдебиетінде болсын маңызы өте зор. Назарларыңызға рахмет.